Қайырлы таң. Өте жеңіл дайындалатын таңғы астың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, комментария басып, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Өте керемет дәмді болып шығасын. Бәріне ұнайтын рецепт. 2 порция жасадым. 1 порцияның айтып кетейін. 1 порцияның 3 жұмыртқа, 30-40 грамм колбаса, ұсақ болып тұрған шым-шым тұз. Осылайынан вилкамен араластырамыз. Осындай колбаса докторский. Ұсақтап тураймыз. 30 граммда жетеді колбасаның. Осылайынан қосып араластырып, табаға сұйық майымыз себеміз. Осылайынан жаңағы жұмыртқамызды осылайынан құямыз жақсылап. Осылайынан мини-пицца ұқсатып пісіреміз. Бетіне сырды, твердый сырды себеміз. Колбаса ұқсаған жаңа докторский сияқты сырларды да қолдануға болады. Через терка өткіздім. Осылайынан баяуатта қуырамыз. Балаға да жақсы, балаға да үлкен адамға да ұнайды. Өте дәмді болып шықты. Осылайынан 2 жағын аударып қызартып пісіреміз. Ана нанға да пісіріп алдым. Нанға осылайынан үстіне колбасаны турап алдым. Үлкендеу қысымдау саламкаға. Міне 2 түрлі сырды осылайынан қоямыз. Менің үйдегі балаларыма ұнайды осылайынан. Бұны микроволновкада осылайынан 1 минут, 2 минутқа қойып аламыз. Надо қоса 1-2 минутта қуырылып шығады. Өте жеңіл, өте тез, 15 минуттың ішінде дайын болып шығатын рецепт. Таңғы асқа тез дайындалады. Осыны 3 бұрышты қылып кесейін қазір. Осы тәркаға салып шықтым. Міне екіншісі. Сырды да 30-40 грамм қосуға болады. 50 грамм қоссаңыздар күшті болады. Thank you.